Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін мен екі ғана ингредиенттен тұратын салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін баклажанға осылай сұйық майды араластырып, тұз араластырып, оны 180 градуста духовкада пісіріп аламыз. Духовкада піскен баклажанға қызанақты саламыз. Содан соң ас көкті саламыз. Сосын чеснок және тұз бұрышын саламыз. Және аз мөлшерде соевый соус салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей, осымен өте оңай дайындалатын баклажан салатымыз дайын. Бұл салатты кешкі асқа, түскі асқа, жеңіл тағамдармен қосып берсеңіз өте тойымды болады. Міндетті түрде жасап, отбасыңызды қуантыңыздар.